Ассалаумағалейкум, Кентау. Мен приемға жазылдым, өзім инвалидпін. Мына заболевание дейді. Да, получил в период прохождения военной службы дейді. Мына көрінер, мынау соғыс ардагерлерге теңестірілген деген. Мына мен бұрын 95 жылдан бастап осы жерде істегем. Мынаның несі бар, менде схема, подпись бәрі как положено. Мына жерде істегем. Енді мына кафені сатып алдым 2016-да. Енді мынаның бәрін қосып бір госакт алайын деп жатырмын. Общий госакт. Мына екеуі фото идентичный. Мына жерде істедім. Әкімге приемға жазылдым. 4 күні, пятница, 4 апрель күні. Енді келесі апта шақыру мүмкін. Мына түсінікті, Мына жерге бермейтін болса, мен не қылам жаңа. Осы жерге мен маған беру тиіс. Өзім инвалидпін мына. Бұны бермесе бізде көптеген нелер бар жаңағы. Әкімнің алдына шығып жаңағы қайттан приемға жазылу. Россияда менде ағам бар. Двоюродной брат дейді, қазақша айтамаймын. Двоюродный, мен Дагестан болғаннан кейін оны айта алмай жатырмын, қазақша двоюродной деген. Короче, мен папамның ынысын баласы. Ол Россияда мына Путинді білесіңдер, Песков деген хатшысы бар, Песков. Соның досы анау мен ағам. Ол айтады, 9 майда сен кел дейді. Неге? Москваға кел, мен сен встречать етем, орда Тоқаев болады, Путин болады, Кремль жақтан гүл неғылады 9 майда білесіңдер, юбилей. Мынау соғыс неге юбилей болып тұр. Соған кел дейді, бәрін айтасын дейді. Осындай саған қолдау жасап атқан жоқ Кентауда. Мен айттым, ол кезде әкімді шығарып тастайды ғой дедім жұмыстан. Тасыпты көтінен теуіп қуады ғой дедім. Енді көреміз енді. Әкім мырза көмектеседі деп ойлаймын енді. Көреміз енді. Болмаса басқа облыс әкіміне барамыз. Басқа бізде способтар көп. Рахмет достар.